Армысыздар қадірменді көрермен, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен футбол төңірегінде әңгіме өрбіткім келіп отыр. Нақтырақ айтқанда Лионель Месси мен Криштиану Роналду жайында. Қос ойыншыны да тұтас дәуірінде бір-бірімен салыстырып келеміз. Роналду мықты ма, әлде Месси ме деп. Клубтық деңгейдегі жетістіктері, жеке жүлделері, салған голдары мен рекордтарын санамаласақ, салыстырар болсақ, екеуі де бір-бірінен қалыспайды. Бірінде 5 алтын доп, бірінде 7 алтын доп, 4-5 реттен чемпиондар лигасын жеңген Криштиану Роналду. Аяқталған әлем біріншілігінде Месси өз ұлттық құрамасымен әлем чемпионы атанды. 2014 жылы күміс жүлдені місе тұтуға тура келгендегі өкініші 8 жылдан соң қуанышқа ұласты. Енді Лионель Месси де футболшыға қажетті жүлденің барлығы бар. 2 мундиалдың де ең үздік ойыншысы, 2023 жылдың қорытындысымен алтын доп алуы мүмкін футболшылар ішінде басты үміткер болып тұр. Бұл жүлденің 8-шісін де алуы өте ықтимал деген сөз. Тағы да кім мықты деген сұрақтың жауабына оралайық. Нақты фактілер келтірейік. Биылғы әлем чемпионатын Крироның ұтуына әбден болушы еді. Неге? Өйткені биылғы Португалия құрамасы Аргентинаға қарағанда өте мықты болған еді. Атап айтар болсақ, қорғаныста Пепе мен Рубен Диаш, қорғаныстың қос қапталында желдей ұйытқыған Канселу мен Герейро, жартылай қорғаныс пен шабуылда Бруно Фернандеш, Бернардо Силва сынды өте мықты әріптестері бар еді Роналдудың. Ал Месси деше, Аргентина құрамасында Мессидің өзінен басқа ойыншылардың ішінде танитындарымыз Никен Саяқ еді әлем біріншілігіне дейін. Көбісі орта деңгейдегі Севилья, Вильярреал сынды клубтарда ойнайтындар. Интер сапында ойнайтын Лутаро Мартинестің қалай шайғанына куәсіздер. Ал тағы бір топ ойыншы Ди Мария да жарақат болып финалда ғана айықты. Осындай орта деңгейдегі футболшыларға көш басшы бола білген Месси жалғыз өзі құрамасын чемпион атандырды. Плей-оффтың барлық кезеңінде де гол соқты. Шешуші факторлардың барлығы Мессимен байланысты болды. Командада жақсы аура қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Ал Роналду болса, Роналду. Әлем чемпионаты алдында су ішкен құдығына түкіріп, Манчестер Юнайтед пен ат құйрығын біржола кесіп кетті. Сондағы ойы құрамамен барып, қатар төрінде жыртса, Манчестер Юнайтедтегілер шынымен де мат болады. Эрик тен Хаг позор болады деп ойласа керек. Мынандай талантты тұтас бір футбол дәуірінің қос кейіпкерінің бірі болған жігітке жараспады мұнысы. Манчестер Юнайтедке кесесінен қойып кеткенмен тұрмай, құрамадағы ішкі аураның да дұрыс болмауына осы Криштиану кінәлі меніңше. Мәселен, Португалия құрамасының бүкіл шабуылын ұйымдастыратын Бруно Фернандеш дегеннің Манчестер Юнайтедте де беделі жоғары ойыншы. Бұған қоса, Брунудың соққан голында менің басым тиді деген ишарасы Фернандештің ғана емес, басқа да құрамаластарының көңілдеріне тимей ме? Тиеді әрине. Анау Рамуш деген жас шабуылшы хет-трик жасаған ойында Роналдудың қалай қуанып отырғанын. Қуанып деген сөзді тырнақша қаламыз. Күллі әлем көрді. Ал соңында не болды? Мароккоға ұтылып та қалды. Түк істей алмады Португалия. Роналдуды екінші таймда шығарып еді, келген бір-екі мүмкіндікте мүлт кетті. Ал сосын еңкілдеп жылады Роналду. Роналду өзін ғана ойлайды. Футболда жақсы ойнағанымен эгоистік қасиеті бүкіл талантын жуып кететіні жалған емес. Іштарлығы басым. Өзін Роналду еткен Манчестер Юнайтед чемпиондар лигасында ойнамайтын болғасын басқа клубқа ауысқысы келді жазда. Агенті жаздай алашапқын болып әр клубқа бір ұсынды. Өзі маусымалды жаттығуларға қатыспай, егізімнің сыңары шетіне деген сылтаумен жатып алды. Манчестер Юнайтедтің чемпиондар лигасының зонасына шықпай қалуына да өзі тікелей кінәлі екендігін ұқпады. Неге бұлай дедім, тыңдаңыздар. Сол жердегі бапкердің ұзақ мерзімді жоспары болған. Ол өзіне керекті ойыншыларды қол астына жинап, Санчоны алдыртып, команданың ойынын енді қалыптастырып келе жатқанда күтпеген жерден Роналду келе қалды.
Бұл Сулшердің жоспарында жоқ болатын. Бірақ әлемнің ең үздік қос ойыншысының бірі келіп тұрғанда оған амал жоқ, негізгі құрамнан орын беру керек болды. Санчо туралы да жоспар адыра қалды. Пенальтидің бәрін Рон тебетіндіктен Бруно Фернандештің де көңіл күйі түсіп, оның да ойыны божырай бастады. Клуб басшылары кінәлі бапкер деп тауып Ральф Рангникті әкелді. Онымен де ұшпаққа шыққаны шамалы. Әне осылай бәрі іріп кетті. Мен болған жағдайларды айтып отырмын. Жоқ, өткен маусымда голдың бәрін Роналду салды ғой деп ақтағысы келетіндерге айтарым. Салды, өйткені Манчестер Юнайтед үшін Роналдудың орны ерекше еді. Тактиканы соған ыңғайлауға тура келді. Оның көңілін қалдырғысы келмеді. Манчестер Юнайтед салған азғандай голдың көбісін сондықтан да Роналду соғып жүрді. Осылай алақанына салып отырған қызыл сойқандардың Роналду иттерсін бастарына қаптап кетті. Бапкермен қоса тура әлем чемпионаты басталар алдында. Өйткені Португалия құрамасымен биыл ұзаққа шабатынына сенді. Құрамада мені төбелеріне көтереді деп ойлады. Құраманы емес өзін ғана ойлаған Роналду соңында Арабияға аттанбақ деп жатыр инсайдерлер. Айтпақшы, Инстаграмда 500 миллионнан астам жазылушысы бар әлемдегі жалғыз адам бола тұра, Мессиді әлем чемпионы болғанымен әлі құттықтаған жоқ. Прикинь? Ал Месси, Месси. Алтын доп алған, чемпиондар лигасын ұтқан, әлем чемпионатын ұтқан, санаулы ғана футбол аңыздарының қатарынан ойып тұрып орын алды. Бұл тізімде білесіз бе, Зубастик Роналдоның өзі жоқ. Рональдиньо, Ривалдо, Зидан, Кака сияқты аңыздардың қатарында тұру үшін Мессиге осы бір жүлде жетіспейтін еді. Міне, мархабат. Кім мықты деген сұрақтың жауабына келсесіз бе? Төменде пікір күтем. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ғабит Кәдірбай.